Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапиян, әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Мен бүгін сіздерге таң намазына ұйықтап қалмаудың бірнеше әдісін айтып беремін. Өйткені жалпы осы 5 уақыт намазының ішіндегі адам ең көп ерінетін, ең көп өткізіп алатын намаз ол таң намазы. Сол себепті де осы таң намазына бір ұйықтап қалмауларыңызға бір көмегім тисе екен деген ниетпен осы ақпаратты сіздермен бөліскім келіп отыр. Ең бірінші кезекте ол ерте жату керек. Көп жағдайда таң намазына қандай адамдар тұра алмай қалады? Ол кеш жатқан адамдар. Яғни ерте тұру қиын, әрине, кеш жатқаннан кейін шаршайсың, басқа болады деген секілді. Сонымен тұра алмай қаласыздар. Сондықтан мүмкіндігінше ерте жатуға тырысыңыздар. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқаны бар ғой, таң намазынан кейін жатуға шақыратыны бар. Одан кейін екінші кезектегі дәл жатар уақытта тоя тамақ ішіп алмаңыздар. Мүмкіндігінше жеңіл тамақтануға тырысыңыздар жатар алдында, немесе ертерек тамақтануға тырысыңыздар. Одан кейінгі үшінші кезекте айтылатын нәрсе ол ұйықтар алдында намаз оқитын секілді дәрет алып, оң жақтарыңызбен жатыңыздар. Төртінші кеңес ол ұйықтар алдында міндетті түрде аятул курси дұғасын оқып алыңыздар. Себебі хадис бар, аятул курсini оқыған жанға шайтан жоламайды дейді. Ал біздің таңертең тұра алмай қалуымыз ол әрине шайтанның кесірінен. Ал одан кейінгі бесінші кеңесіміз ол міндетті түрде оятқышты қойыңыздар. Және оятқышты мүмкіндігінше жандарыңызға қоймаңыздар. Аулағырақ, қаншалықты аулағырақ, яғни өздеріңізден 4-5 қадам жерге қойсаңыздар, соншалықты жақсы. Яғни ол шырылдаған кезде сіздер тұрып, барып өшірем дегенше біршама ұйқыларыңыз ашылып қалады. Және бір кеңес ол оянған кезде бисмиллямен тұрыңыздар. Яғни егер Алланың атымен бастайтын болсаңыздар, әрине шайтан қашар және сізді одан ары қарай ұйқыға азғырмайды. Енді азғырса да барынша сіздер оған жаңағыдай артынан еріп кетуге жол бермейсіздер деген сөз. Ал соңғы айтатын кеңесіміз барынша күнәдан аулақ болыңыздар. Егер сіздің күніңіз күнәмен өтсе, күнә істерді көп жасасаңыздар, әрине сіздің таң намазына деген бір ықыласыңыз да жоғалады, ниетіңіз де жоғалады. Сөйтіп ақырын намазды қалай қалдырып қойғаныңызды байқамай қаласыз. Ал соңғы айтатын дүниеміз ол намазды қаза етудің, яғни намазды уақытында оқымаудың күнәсінің қаншалықты ауыр екенін де тереңірек біле жүріңіз. Өйткені кейбір адамдар күнәні жасаған кезде оның қаншалықты ауыр екенін білмей, яғни салмағын сезінбей жасайды. Міне сол себепті де таң намазына оянбаудың салмағын білсеңіз, онда сіз де өз еркіңізбен қуана оянған болар едіңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқаны бар ғой, егер адам таң намаз, жалпы мұнафиқтар өзі таң намазы мен құптан намазын қалдырып қояды, ал егер бұл екі намаздың қаншалықты сауапты екенін білсе, онда ол еңбектеп болса да жетер еді деген. Сондықтан таңғы ризығымыздан, сауабымыздан құр қалмайық, таң намазына ұйықтап қалмайық, бір-біріміз үшін дұға ете жүрейік. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздер қалай таң намазына ұйықтап қалып жүрген жоқсыздар ма? Немесе бір өздеріңіздің қандай да бір күшті әдістеріңіз бар ма таң намазына тұратын? Ондай болса, осы видеоның астына комментарийге жазыңыздар, пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, каналыма жазылып, инстаграмыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.